Бәріне сәлем, бұл тез мультик. Бүгін біз Мадагаскардың пингвиндері деп аталатын мультик көреміз. Комментарийде бұл мультикке 1-ден 10-ға дейін баға беріп, қазақша контентті қолдап кетейік. 10 жыл бұрын Антарктидада деректі фильм түсірушілер пингвиндерді бақылауда. Кішкентай жұмыртқа домалап, 3 сотқар пингвиннің назарын аударады. Құтырған Рико, ақылды Ковальский және көшбасшы Шкипер. Олар басқа пингвиндерден жұмыртқаға неге назар аудармай жатқандарын сұрайды. Олар бұл табиғаттың заңдылығы деп жауап береді. Шкипер смело табиғаттың заңына қарсы шығып, жұмыртқаның артынан сырғиды. Бірақ ұстай алмай құлап кетейін дегенде, оны Рико мен Ковальский құтқарады. Сосын деректі фильм түсірушілер гольф ойнағандай бұларды микрофонмен ұрады. Содан бұлар жұмыртқамен бірге кемеде тап болып, итбалықтар қабаған ит сияқты пингвиндерге шабуылдауда. Пингвиндер олардан қорғанып, өздерін пушкамен атып, кемені жарады. Қуанған пингвиндер өздерінің жеңісін бір-біріне бес беріп тойлайды. Сосын жұмыртқадан рядовой шығады. Қазіргі уақыт. Циркта Мадагаскардағы 4-еуі билеп атқанда, пингвиндер өздерін баяғыдағыдай пушкамен атады. Бүгін рядовойдың туған күні ойпалай. Олар Форт Нокстағы алтын сақталатын жерді бұзып кіріп, туған күнді атап өтуді шешеді. Пингвиндер сонда сырдамымен чипсы сататын автомат үшін ғана келген. Шкипер рядовойға чипсы сатып алуға ақша береді. Бірақ оны және басқаларын автомат ішіне тартып, автоматты тікұшақ 80 теңге оңаймен Венецияға жеткізіп салады. Бұл адам боп жасырынып жүрген Дэйв деген сегізаяқтың зертханасы. Біз Дэйвтің естеліктерін көрудеміз. Ол орталық зоопаркте тұрған кезде оны адамдар қатты жақсы көрген. Бірақ пингвиндер келгенде адамдар сегізаяқты ұмытып, оны жәшікке тығып қойды. Сосын ол жалғыз қалып, пингвиндерді ұсқынсыз қылатын жасыл шырыш жасап, банды құрып алды. Рико шырыштың құтысын жұтып, олар қашады. Сосын ақ аю мен ақ жапалақ сегізаяқтарды орындарына қойып, пингвиндерді өздерімен бірге алып алған. Олар солтүстік жел базасына келді. Ақ аюдың есімі Капрал. Ковальский Ева деген жапалаққа ғашық боп қалады. Итбалықтың есімі Порох. Және көшбасшылары Секрет есімді қасқыр. Бұлар Дэйвті адам деп ойлап жүр екен. Пингвиндер бұларға бәрін ашып айтып береді. Бірақ Секрет пен Шкипер бұл жерде мен бастық дегендей сөзге кеп қала береді. Со кезде Дэйв олардың экранынан шығып анекдот айтады. Пингвиндер солтүстік желдің саймандарын алып кетейін дейді. Бірақ олар бұларды ұйықтатып тастайды. Пингвиндер Мадагаскарға бара жатқан жәшікте оянып, ұшақтан секіреді. Бірақ коробкадағы батут төрлеп соған қонады. Олар черепашка ниндзялармен саламдасып, Дублин қаласынан шықтық деп ойлайды. Бірақ бұл негізі Шанхай. Олар жаңалықтардан бүкіл әлемде пингвиндердің жоғала бастағанын біледі. Пингвиндер бұл Дэйв деген қорытындыға келеді. Оның келесі нысанасы Шанхайдағы русалка пингвиндер. Олар қазпоштамен өздерін Шанхайға жіберіп, бірнеше секундта тура сол жерге қайтып келеді. Пингвиндер Шанхай зоопаркіне кіріп, рядовойды қыз боп киіндіріп қояды. Ал Дэйв адам боп жүр. Рядовойды русалка пингвиндердің аквариумына тастайды. Содан кейін Дэйв рядовой мен русалка пингвиндерді алып кетеді. Оны құтқару үшін пингвиндер солтүстік желдің самолетін угон жасап кетеді. Солтүстік жел бандысы самолетті тоқтатуға тырысуда. Бірақ бір кезде пингвиндер абайсызда самолетті жарып жібереді. Осының бәріне қарамастан бұлар уайымдамайды. Секрет пингвиндерді ұйықтатқан кезде әрқайсысына GPS енгізіпті. Шкипер рядовойды құтқаратын жоспар ойластырады. Бірақ Секреттің четкий жоспары бар. Шкипер оның жоспары жақсырақ екенін түсініп, рядовойды құтқарса жарайды дейді. Сосын Дэйв жасыл шырышпен атып, шегірткені ұсқынсыз құбыжыққа айналдырады. Сол мезетте пингвиндер кеп, сегізаяқтарға концерт қойып оларды билетеді. Солтүстік желде келді. Бірақ сегізаяқтар бәрін түсініп, пингвиндерді де солтүстік жел бандысында ұстап алады. Енді бұлар қамауда, ал рядовойды атып, оны жойған секілді. Бірақ ол шығып үлгерген екен. Сосын рядовой солтүстік желді құтқарып, бауырларымды құтқаруға көмектесіп жіберіңдер дейді. Бірақ қасқыр, базаға барып қайтайық деп, олар кетіп қалады. Рядовой жалғыз қалды. Нью-Йорк қаласы. Дэйв пингвиндерді ұсқынсыз қылып, адамдарға шығарады жек көріп кетсін деп. Ұсқынсыз және ақылсыз пингвиндер адамдарды шошытады. Сосын жойғыштар кеп, пингвиндерді сора бастайды. Рядовой бауырларының есін жиюға тырысып, Шкипер әйтеуір оянады. Сосын олар Рико мен Ковальскийді да оятады. Бірақ Рико онсыз да жынды ғой. Сонда солтүстік мұзды мұхит, солтүстік жел кеп, Дэйвтің кемесін жарып, кинодағыдай жасайды. Бірақ оларды да сорып алады. Пингвиндердің бәрін қалпына келтіру үшін оларға енді сүйкімді біреу керек. Ол рядовой. Бірақ атаңан әлет пульттің батарейкасы бітіп қапты. Рико магазинге барып, батарейкамен қоса чипсы сатып алады бағанағындай.
Сол чипсидің арқасында бұлар пульттің кнопкасына басады әйтеуір. Сөйтіп пингвиндер қалпына келеді. Алайда рядовой қайтадан жұмыртқа болып қалды. Жарып шығып ол бұғы пингвин болып кеткен. Барлығы оған респект уважуха деп оны құрметтеп сыйлайтынын көрсетеді. Кенеттен сүйкімді Дэйв пайда болады. Бірақ ол кішкентай болып кетіпті. Сосын оны бір қыз алып кетеді. Ақыры Дэйв өзін жақсы көретін адамды тапты. Ева Ковальскийге кеп оны сүйіп алады. Секрет пингвиндердің мощный екендерін мойындайды. Солтүстік жел пингвиндердің әрқайсысына ұшатын құрылғы сыйлады. Сосын рядовойды қалпына келтіру үшін Мортты қолданады. Король Джулианмен келісіп әрине. Ақырында Морт Джулианды жұтып қояды. Осы жерден бұл тез мультик аяқталады. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Арнаға жазылып, колокольчикқа басып, комментарийге 1-10-ға дейін баға беріп, қазақша контентті қолдап кетейік.